Китайский компания Баткенден Лейлекке жол салған. Автомобиль договор болып. Баткенден жол салынып келіп тұрып, Көкташ айылына сайдың жегіне келгенде тажиктер бұл біздің жер деп чыр шығарған. Анан ошонан бол тұр, анда бұл талаш бұл жер қырғыздықы деп сұрап мұндай болбастан Қытайларды теге Ақтатырдан ары Лейлекке сала бер, бұл рас чыр екен дебестен атайлап барып тұрып, тажиктин жері арендаға 49 жылға алып, бұл тажиктин жері деп, ал протоколға мадумарып қол қойғанда. Мен Бишкекте болған, мен пенсиядамын, мен через газета, через телевидение ғана уып қалғам да. Анан қол қойып, ал емесі сай. Жазып жатпай 270 метр, 75 метр деп. Ал сайдың кеңдігі. Ошол жердегі мындай анчалық кең емес жерді. Андан ары жоғары қарай 350-ге чейін, метрге чейін кеңдігі бар, 400-ге чейін бар. Те головной деп соғыш болуды, атыш болды. Ошоға чейін 2 километрге жақын. Даже мүмкін ашығырақ. Анан ошол қол қойылғандан кейін ошо территория сайдың içi толығы менен жана Мачайдағы тажиктер үй салып, огород қылып, ейлештіріп алды. Миңдеген семья. Ал 275 метр проблема. Егерде ал құрғақ сайдан өте тұрған болсақ, бүгін айылдың ішінен өтіп қалдық. Анан өзінен сұрағыла. Эмне үшін қол қойған? Значит, материалдық интерес болған. Эмне үшін қол қойды? Эмне үшін? Азыр өтөт мен ал қол қойғаным. Тажиктерге закон. Ал қол қойылып берді бе? Сен бұл жерде теги жоғары кеңеште бекітесің бе, башқа жерде. Ал сенің проблемаң, бұл Қырғызстанның проблемасы. А тажиктерге документ қол қойылған, алар мына көрсетеді бұл документ бойынша. Ал жер тажиктікі. А эмне қылам ал чыққыншы менен дебатқа барып. Теги президент алтпан, аны тилименен будай қуырыйт деп. Ал сөзге уста. Сөз менен елді алдап жүрөт. Аны мен 2009 жылдан бері айтам. Бұл жоопқа тартылыш керек бұл жігіт. Ошу қол қойғандығы үшін. Себебі елге қиыншылық келтірді. Қырғызстанның бір территориясы бір да кетет. Себебі ал жер тажиктер толығы менен ие болғандан кейін, сұрок өткөндөн кейін. Ал жерді тажиктер тосат. Мен айтқан сайын ал жаман сөздерді мен адресіме айтып. Мен айтқаным ал жерді законсыз қол қойған. Анын үшін жоопкерчиликке тартылыш керек. 2009 жылдан бері мен айтып келе жатам. Тажиктермен сүйлөш керек, тажиктермен ортого қойып тұрып, абдан крайный варианттарға чейин барыш керек. Антпесе барған сайын кыйынчылык болот. Мен айттым го, сурогу бүтөт. Тажиктерди көрдүк кем экенин, байкадык, билдик. Тиги Советтер Союзунда 72 жыл бирге жашадык. Царский Россияда 42 жыл, 45 жыл бирге жашадык. Кокой хандыгында бирге жашап жүргөн элбиз. Мен билгенден ал кыргыздардын жери эле. Мен 4 жылга жакын губернатор болуп турдум. Ал кыргыздардык эле. Проблема жок эле, эч кандай. Ал бош турган жер. Азыр толугу менен тажиктер отуруп ташып алды. Миңдеген семья отуруп ташып алды. Огороду менен, багы менен, үйү менен. 49 жыл өтөт. Толугу менен бүгүн юридический анклав. Лейлек району 200-300 миңге жақын ел. Сүлүктүү шаары 25-30 миң киши. Баткен районунун Самаркандек айыл өкмөтү, Ақтатыр айыл өкмөтү, анклав. Сурок өткөндөн кийин фактически анклав болуп калат.